Тәтті шырынға бай жемістердің бірі таңқурайды білмейтін адам жоқ шығар. Оны жеміс ретінде әркім біле бергенімен, дәрі ретінде білмеуі мүмкін. Таңқурай жапырақ төгіп гүл шашатын бұта тектес өсімдік. Ол таулы жерлерде, бұлақ, өзен бойларында, қалың орман арасында табиғи түрде өседі. Бақтарда, үй аулаларында қолдан егіліп өсіріледі. Жемісін піскен кезде қант қосып тосап жасайды. Осы тосаптан ыстық шайға салып тұмау тигенде терлеу үшін дәрі жасап ішеді. Күзде пісіп үлгере алмай қалған таңқурайды шикідей немесе соңғы гүлімен қоса басын кекілдеп қиып көлеңкеде кептіреді. Ұсақтап турап жабық ыдыста сақтайды. Осыдан біраз қасықты 3 минут эмаль ыдысқа қайнатып 30 минут бұқтырып жылыдай ішсе, иді босатып терді айдайтын дәрі болады. Әрі дәмді сусын ретінде ішуге де болады. Оған жапырағы мен жас бұтақтарын қосса, жүйке ауруларын емдейтін дәрі болады. Ассалаумағалейкум, Шипагер арнасының тұрақты көрермендері. Сіздермен бірге Шипагер арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіз. Видеоны достарыңыз бен туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Таңқурайдың жапырағын ертедегі бабаларымыз алуан түрлі қабыну ауруларына тиімді дәрі ретінде ұтымды қолдана білген. Сондықтан да оның қайнатындысын асқазан түйіліп ауырған кезде, іш сұйылып бұрап өткен кезде, асқазаннан қан шыққан кезде, тыныс жолдары ауырғанда, терінің түрлі қабыну ауруларына таңқурайдың піспеген жемісінен, гүлі мен жапырағынан 2 ас қасықты 250 грамм суға бір қайнатып ішеді де, әрі теріні жуады. Осы қайнатындымен тамақ ауырғанда жылыдай ауыз шайқайды. Таңқурай мен сиыр бүлдіргеннің жапырағынан шашты бояйтын сапалы бояу жасауға да болады. Таңқурай жапырағының қанды қалпына келтіріп тазалайтын да қасиеті бар. Сондықтан әйелдер етек кірі кезінде көбірек қан жоғалтса, 2 ас қасық таңқурай жапырағы мен піспеген дәнінен 2 стақан суға қайнатып бұқтырып бір күнде ішіп бітіреді. Көтеу, геморрой болған жағдайда осы қайнатындысымен жуып, қайнатылмаған үгітіндісін ұнтақтап жараға айналған орынға себеді. Күз кезінде алынған таңқурайдың тамырымен аллергияны, қолқаның қабынуын, ревматизмді емдеуге де болады. Жапырақтарының қайнатындысымен жұқпалы, созылмалы ауруларға қолдану арқылы сырқаттың бетін қайтарады. Жас жапырақтың, гүлдің нілімен жылан, бүйенің уытын қайтаруға да болады. Ол үшін у денеге ене сала, жапырақ пен гүлді мыжып, шыққан суын шаққан жерге жағады. Таңқурайдың жемісі тілді үйретін дәмімен бойға сіңімді, шырыны қазіргі медицинада зор ынтамен қолданылып келеді. Онда негізінен түрлі қабынулар мен ыстықты түсіріп, тер шығаратын дәрі ретінде белгілі болды. Қаны аз, темірі жетіспейтін адамдар, С, П, В дәрумендері жетіспейтіндер таңқурай шырынымен белгілі уақытқа созып пайдаланса, тез оңалып кетеді. Сусамыр, қант диабеті, сырқатымен ауыратындар таңқурай жемісін неғұрлым көбірек жесе, соғұрлым пайдалы. Ол қан құрамындағы қантты төмендетіп, қажетті деңгейде жеткізуге ықпал жасайды. Таңқурай жемісін ұзақ мерзімге сақтау үшін 1 стақан жеміске 2 стақан қант қосып салқын жерде сақтайды. Немесе 1 килограмм тазаланған жеміске 1,5 килограмм қант, 2 стақан су құйып араластырып, 1 тәуліктен соң қайнатып варенье жасайды. Осы жемістен шырын, компот, басқа да сусындық бағалы тағамдар әзірлейді. Бұлардың дәмді тағам екені белгілі, әрі дәрі ретінде балаларға да пайдалы.